Сәлем құрметті көрермен. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Семейлік зейнеткерлер қоғамдық көлікте жол жүру ақысы тегін болуын талап етті, деп хабарлайды Массагет газет тілшісі. Бұл туралы Абай облыстық ардагерлер кеңесінің пленумында айтылды. Мемлекет ардагерлер мен мүгедек жандарға көмектесіп жатыр. Оған сөз жоқ. Біз осы күнімізге де шүкір дейміз. Дегенмен де көптен көңілде жүрген жайды айтпасам болмас. Мәселен, Астанада зейнеткерлер қоғамдық көлікте тегін жүреді. Бізде аз-маз ғана жеңілдік бар. Қариялар күнінде біздің ардагерлерге дұрыс көңіл бөлінбейді. Ешқандай қолдау жоқ. Ал Астанада әрбір зейнеткерге 2,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сыйақы беріледі. Астанада бар нәрсе бізде неге жоқ, деді тіл ардагері Рашида Хасанова. Құрметті көрермендер, егер осы пікірлерге сіздер де қосылсаңыз, бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, комментария жазып, біздің арнамызға жазыла кетіңіз. Сау саламат болыңыз.